Дулат Исабеков. Алаңсыз ауыл. Ол кездегі біздің ауыл үшін дүниеде екі-ақ ұлт бар болатын. Қазақтар және қазақ еместер. Өзге ұлттар мен ұлыстар жайлы есте қалса, ондайда ел болады екен-ау, бейшаралар-ай, әдеп алыстағы оларға аяушылықпен қарайтынды. Аспан асты, жер үстінде өздерінен басқа ешкім жоқтай сезінетін. Сөйтіп жүрген ауылдың бала тәрбиесінен де білетіні екі-ақ әдіс еді. Бірі боқтау, екіншісі ұру. Құданың құдіреті, тәрбиенің осы екі әдісімен-ақ бір емес, бірнеше ұрпақ тәрбиеленіп, көбісі ел қатарына қосылып кетті. Шыданның ортаншы баласы Қиясбекте, дәл осы тәрбиемен ер жетті. 40 жыл оқысаң да сенен түк шықпайды. Мұрныңа май құйса да, адам болмайсың деп Арбакеш әкесі Құдайдың құтты күні көзіне шұқып тұрып, оның адам болмайтынын бұлтартпас фактілермен дәлелдеп беретін. Әкесінің осы сөздерінен соң баласы да шынында, адам болмасам болмайтын шығармын. Әкем де босқа айта бермейді ғой деп өз болашағынан бір жола күдер үзіп тыңғанды. Сөйтіп, болашағы жоқ Қиясбек болашағы жоқ өзге балалармен араласпай, бұйығы, тұйық, мың сұраққа бір жауап беретін оқшау мінез тауып, өз ойы өзінде булығып ер жетті. Ол мектептен келген бойда тиіп қашып, тамақ ішкен болады да, сабағын қарауға отырады. Кітапқа қанша үңілгенмен бәрібір түбі адам болмайтыны есіне түсіп, өмірі бітпейтін үй шаруасына кіріседі. Қыс болса қора тазалайды, құдықтан 2-3 мәрте әкпішпен су тасиды, отын бұтайды, қар күрейді, ондық шамға кірәсін құйып, сәкәласын тазалайды. Ал жаз болса есек арбамен қазақ арықтан бөшкемен су тасиды. Кешкілік аңыздан болдырып қайтқан 4-5 уақ мал мен 2 сиырдың алдына салатын көк шөп орып әкеледі. Ертең ерте малды өріске айдап салысымен қойдың қиы мен сиырдың жапасын есік алдындағы шұңқырға әкеп төгеді де, балағын түріп жіберіп, теппе жасау үшін аяғымен тез-тез илеп тастап, жуынып келуге арыққа қарай жүгіре жөнеледі. Жаздың аты жаз ғой, күн қаншама бұлыңғыр болса да, адырлы дала таң бозына іліккенше бозамық тартып тұрады. Қараша туып, жел жұлқылаған бұлттар жырым-жырым боп, аннан-мыннан жиналып, ауыл үстін саңылау қалдырмай тұтас торлағанда күн батар-батпастан-ақ дүниені қара түнек басады. Қараңғы ауыл. Төртте қашқам қараңғылыққа әлінше қарсылық көрсеткендей ауыл үйдің терезелерінен май шамның жуаста әлжуаз сәулесі әр жерден немқұрайды, енжар жылтырайды. Алып қараңғылықты әлжуаз сәулесімен бәрібір жеңе алмайтынына көзі жетіп, сәлден соң ол жарықтарда сөнеді. Бұл жерді адамзат баласы мекендейтінінен белгі беріп, түннің бір уағына дейін ауыл иттерінің керен-ау, самарқау үрген үндері естіліп тұрады да, сәлден соң олар да жым-жырт болады. Мен келдім, енді не істесең оны істе дегендей қараңғы, дірмәнсіз ауыл табиғаттың еркіне алаңсыз беріледі. Балалар да ер жетіп, балалармен бірге ауылда есейіп келе жатты. Бұл ауылға дүрілдеп трактор келді, гүрілдеп полуторка жетті. Ауылдың қисық жолымен қиқалаңдап белесебет жүріп өтті. Қыр басындағы ауыл бірте-бірте ойпаңға түсіп, еңселі үйлер сала бастады. Ауыл ортасынан алғаш рет магазин ашылып, арақ та сатылатын болды. Бұған дейін, үлкен-үлкен қалаларда адамдар арақ ішіп, мас болады екен деген әңгімені ауыздары ашылып тыңдайтын балалар енді сол мастарды өз көздерімен көруге мүмкіндік алды. Магазин ашылған күннің дәл ертесінде ақ ауыл ортасынан қақ жарып өтетін арба жолдың шаңын бұрқылдатып 3 мас бір-біріне сүйеніп өлең айтып келе жатты. Аспаннан адам түскендей жан-жақтан анталап келген балалар мастардың ешқандай өзгешеліктері жоқ. Өздері сияқты екі аяқты адамдар болатынын, және ең бастысы, бұрынғыдай олардың көз көріп, құлақ естімеген әлдекімдер емес, өздерінің көкелері боп шыққандарына қатты қуанды. 2 күннен соң қырдағы ауылдың күллі еркектері ойдағы магазинге құлап, ымырт жабыла шыдан қырдағы ауылға бір арба мас еркекті әкеп, әрқайсысын үйлеріне түсіріп жатты. Арбадағы мас еркектерді әйелдеріне үлестіріп біткен соң, өзі де әләулайға басып, үйіне көңілді оралды. Қиясбек. Қиясбек деп есік алдына кеп тоқтаған бетте айқай салды. Аттарды шығар, арықтан суарып, ойпаңға тұсап қоя бер. Баласы үйден жүгіріп шықты. Оның соңынан шұбатылып әйелі және енді жатуға дайындалып, төсек салып жүрген шаштары ебей-себей 8-9 жастағы 2 қыз, 1-ші класқа енді барған қалқан құлақ, бақыр бас тағы бір бала көрінді. Көкелерінің мас боп келгеніне бәрі мәз боп, жан-жағынан кеу-кеулеп үйге алып кірді. Мынаның атын колбаса дейді деп шыдан үйге кірген соң жүгерінің собығындай бірдеңені әйелінің қолына ұстата салды. Көтек. Мұна қайтеміз, байғұс-ау. Жейсіңдер.
Қайтып. Бейтіп шыдан колбасаны қолына қайта алып, оның қабығын арши бастады. Әйелі ебей-себей қыздармен бақыр бас баласы әкелерінің колбасаны қалай аршып жатқанынан көз алмай анталай қарап тұрды. Қабығын аршып болған соң ол аузын толтырып бір тістеп алды да, бұралақтап шайнай бастады. Жалпы, мұны пышақпен кесіп жеген дұрыс, деді ол әйелі мен балаларын одан бетер таң қалдырып. Осы кезде ішке Қиясбек кірді. Көкейі күрең аттың қамыт бауы жоқ қой, деді ол колбасаны қалай жеудің әдісін бала шағасына үйретіп жатқан әкесіне қарап. Жоқ болса, бір жерде түсіп қалған шығар. Немене, осы үйден жарты құлаш жіп табылмай ма? Табылады ғой, бірақ. Ол қамыт бауды қайыстан тіліп өзім жасап едім. Өзің жасасаң, тағы жасарсың. Не, енді менің жонымнан таспа тіліп алайын деп пе ең? Осы балада еш жоқ, әй. Байлай салсаңшы бірдеңемен. Адам болмайды осы. Қиясбек үндемей есікке бұрыла берді. Әй, жеп кетпейсің бе? Қиясбек нені дегендей бұрылып әкесіне қарады. Мынадан. Әкесі баласына қолындағы қабығы аршылған қып-қызыл колбасасын көрсетті. Қиясбек колбасаға бір, әкесіне бір қарады. Да, ол доңыз ғой деп дүңк етті де шығып кетті. Құданың құдіреті, деді шыдан иығын қозғап. Әлгі не деп кетті? Шыданың әйелі мен бала шағасы колбасаны пәтініске салып қойып, ортаға алып ұзақ тамашалады. Қазы сияқты екен, деді ересек қызы оны бір аударып көріп. Жоқ, қызғылттығы болмаса, әсіптен айнымайды, деді шешелері. Иісінің жақсысын-ай, деді кіші қызы тамсанып. Мынау сары жыланнан айнымайды ғой, деді бақыр бас бала жұрттың бәрінің жүрегін айнытып. Тек адал асты арамға теңеме деп әкесі баласын бүйірінен нұқып қалды. Бұ да адам болмайды, қарашы айтып отырған сөзін. Содан соң әйеліне қарады. Әй, колбасаға дем салып отырсың ба, нағып үңіліп қалғансың. Тура сайшы. Әйелі әске пеш үстінде жатқан кездікті алды да колбасаны турауға кірісті. Бисмилла-рахман-рахим. Осы сәттен бастап ауыл екіге бөлінді. Колбаса жейтіндер және жемейтіндер, арақ ішетіндер және ішпейтіндер боп. Әуелгі кезде арақтың да қас жаулары көп еді, бірақ бертін келе оның түп атасы бидай екеніне көздері жеткен соң біраз жұрт оған деген көзқарасын өзгертіп, жұмсара бастады да онымен ымыраға келгендей сыңай танытты. Ал колбасаның түп атасы доңыз екенін білгенде, бір-біріне қарама-қарсы екі топтың тарихи тайталасы ұзаққа созылды. Колбаса жемегендер колбаса жегендердің үйімен ыдыс-аяқ алмаспай, құда жекжаттар бір-бірімен араласпай қойды. Қазы сияқты екен, әсіп сияқты екен деп алғашқы кезде таңсық көріп жеп алған шыданның әйелі мен екі қызы, және сол сияқты басқа да колбаса жеп қойғандар не жегендерін ертесіне білгенде ұшынып мұрттай ұшып алды. Бір апта соңы бір айдан ауырып тұрды. Бастары ауырып, балтыры сыздай қалса да, тіпті түстерінен шошып оянса да, Асан қожаға барып дем салдыратын ауыл адамдары әдеттегідей жандарына дәрі іздеп Молдекеңе барып еді. Күнәһар пәнданың харам кәсәліне ара түспеймін деп о кісі колбасадан ұшынып келген бір қора адамды ауласына кіргізбей даладан қайтарып жіберді. 40 жылдан бері дал болған жандарына дауа тауып келген сиынушылары даладан қайтарып жіберген соң адамдар өз білген ем-домдарын істеп, әркім өлмес қадамдарына өздері кірісті. Колбасадан өлген ешкім болмады. Бәрібір дозақ отына жанасыңдар, деді Асан қожа бір топ кәриялармен қазан арық жағасында колбасаны атасының асындай асайды екен деген елден ерек шыққан 3-4 жігітті талқыға салып отырып, жанасыңдар, күйесіңдер, жандарың шырқырайды. Бірақ сендерге Алланың рахымы түспейді. Иә, деді өзге шалдар Молдекеңді қостап, күйесіңдер тозақ отына. Біз де ара түспейміз. Үлкендерге сөз қайтаруға дәттері жетпей, күні бойы жерге қарап отырған 4 жігіттің біреуі, Исахан әлгі шалға ажырайып бір қарап алды да, күйсек күйерміз. О дүниеде біздің ауылға арнап салынған пейіш жоқ шығар деп күңк ете қалды. Не естіп отырмыз дегендей шалдар жағы Исаханға еліре қарады. Тәйт, найсап. Күнәға батқаныңмен қоймай, ақыретті болжап күпірлікке барғаның қай алжасқаның деп есқара шал ашуға сыймай, қолындағы ақ таяғымен қара жерді салып қалды. Өзгелер сияқты Исахан да үйдей бәледен үндемей құтылайын деп еді. Көмейге тіреліп тұрған сөз түсті бұзып сыртқа шыққанын өзі де байқамай қалды. Естуімізше, әлгі колбаса деген пәлені дүние жүзі атам заманнан бері жеп келе жатқан көрінеді. Алматыдағылар да, Шымкенттегілер де жейді екен. 2 жылдан бері арыс жей бастапты.
Сонда солардың бәрі тозаққа күйетті. Біздің Молотов колхозының адамдары ғана пешке бармақ па? Төтесінен қойылған сауал ақсақалдар жағын дағдартып тастады. Бәрібір бұған нақты жауап айта алмайтындарын сезген Есқара мынадай жүзіқара жігітке бас салудан басқа жөні түзу амал таба алмады. Өзің ғана жанып қоймай, әулетіңмен жанасың тозақта, әулетіңмен жүзіқара деді Есқара буынып бара жатқандай шапанының омырауын ашып. Тозақты айтып қорқыта бермеңіздерші деді жамбастап жатқан Жапсарбай орнынан тұрып. Осы жүрген жүрісімізде рахатқа батып жүрміз бе? Шешеден шыр етіп туғалы бері азап пен қорлықтан басқаны көргеніміз жоқ. Өміріміз күнде тозақ. Бұл дүниенің тозағына үйренген адам ана дүниенің тозағынан үрке қоймас. Басқа тірлігім оның тұрса, колбаса жегенім үшін отқа түсе қоймаспын. Иә деймін-ау деп Темірбек сөзге араласты. Кім не жеді деп Құдайдың құтты күні үйді аралап список жасап жүретіндей періште жарықтық салық жинаушысы Пашат деп пе едіңіздер? Ол кісілердің жұрттың ішіп жегенін аңдудан басқа да үлкенірек тірлігі бар шығар. Жақында ауылға шошқа перме сала дейді ғой. Не дей? Молдекеңнің сақалы шошаң ете қалды. Мен естігенімді айтып отырмын деді Темірбек күмілжіп. Мынадай көргенсіздікке қарсы айтар сөз таба алмай Есқараның көмейіне дем кептеліп, ортада отырған Молдекеңе қарады. Ол кісі екі тізесіне қолын қойып, жансыз адамдай аспанға қарап, сіресіп қалған екен. Ел тозды, адам азды. Адамдар әзәзілдің шылауында кетті. Бүгін мынадай, ертеңгі күндерің қандай болар екен, бейшаралар деп Асан Қожа дірілдей сөйледі. Жұрт тозақтан қаймықпаса, Құдайдан қорықпайтын болғаны да. Құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Атамыз Самырат айтып отырушы еді, ақыр заман болғанда қой кетеді деп. Қой дегенде қорадағы қойды емес, білген адам білмегенге білгенін айтып қой бүйтпе деп қақпайлап отыратын үлкендердің уәзипа сөзін айтады. Аталы сөзге ақымақ дау айтады, бұлар біздің қойымызды тыңдауды қойған екен. Өзіміз күнәға батпай тұрғанда кетейік бұл жерден. Асан Қожа орнынан тұрды да, өзгелерге назарда салмастан сірескен бойы ауыл шетіндегі оқшау үйіне қарай қозғала берді. Көзін ашқалы бері осы ауылдың қамын ойлап, біреуін бұлайсың деп шетке итермей, бәрін бауырына тартып, осы отырған 30-40 үйдің сүндет парызынан бастап, ақырет сапарына дейін ақсыз пұлсыз мойнына алып, өз парызын шын пейілмен атқарып келген кәрияның жан толқуы әсер етті ме, әлде тап қазіргі бәрінен түңіліп, бәрінен күдер-үзіп, тобынан айырылған кәрі құлжадай жетімсіреп бара жатқан шалдың сақалына ілігіп қалған бір тамшы жасты көргендіктен бе, Есқараның өкпе тұсы шым етіп, орнынан қалай тұрып, оның соңынан қалай еріп жүре бергенін өзі де байқамай қалды. Кетіп бара жатып ошарылып отырып қалған төрт қылжақ басқа ұзақ қарады да, ана шалды осылай жібере бересіңдер ме дегендей Асан Қожа жаққа болар болмас иек қақты. Әлгі айтқан сөздерінің Асекеңе тым ауыр тигенін енді ұққандай төртеуі де орындарынан үдере тұрып, тәкаппар басып бара жатқан оны қуып жетіп, алдын орады. Бірадар, кешіріңіз. Айтсақ күйгенімізден айтамыз да. Ит өмір бәрімізді ит қып жіберді ғой деп Исахан әрі ақталып, әрі оның қамыққан көңілін жұбатпақ боп абдырай сөйлеп еді. Ол кісі мұның сөзін елеңде қылмады. Жан жағынан анталап, алдын орап маза бермей бара жатқан соң ол сәл-пәл аялдады да, аспанға қараған бойы, көзін жұмса, қалғыды, аузын ашса, алжыды деп ұғатын сендерге енді сөз әуре қылудың жөні жоқ екен. Мен сорлы соны ұқтым деді өзімен өзі сөйлескендей. Гәп сендердің не жеп, не қойғандарыңда емес, ниеттеріңнің енді қайтып түзелместей бұзылғанда боп тұрау. Әкелерінің түрі мынау болса, балалары қайтып оңбақ бұлардың. Артыңда мынадай ұрпақ қалып бара жатқанда ана дүниеде қалай тыныш жатарсың? Екі дүниеде де жылап өт деген қарғыс осы екен де, бізге арнап айтылған екен де. Ол осыны айтты да, орнынан қайта қозғалды. Көздері дымқылданып қалған шалдар да оның соңынан ере берді. Төрт жігіт оларды көзбен ұзатып үнсіз тұрып қалды. Шалдар алыстай берді. Сәлден соң арба жол өтетін ойпанға түсіп, қызылды жасылды тақияларының төбесі де көзден ғайып болды. Айналасы бір жылдың ішінде арасына 2-3 ай салып, 3 шалдың үшеуі де ақырет сапарға аттанып тынды. Молотов ауылы адалдықтың ақырғы үш көзін қырқадағы ескі қорымға жерлеп, көп уақытқа дейін дел-сал күйде жүрді. Алыстағы шағын ауыл дүниежүзілік прогреске алаңсыз араласып кетті.